Ахмет Байтұрсынұлы қазақ жерінде қоныстанған орманшы Иванның қызын ұнатып қалады. Онымен көңіл жарастырып, ақырында отбасы құрады. Екеуі шаңырақ көтерген кезде Ахмет 25 жасында, ал Александра 19 жасында болған. Екеуінің сезіміне куә болған мұғалім деп аталатын көл де бар. Әйткенмен, қазақ қоғамы Ахметтің өзге ұлт өкілімен шаңырақ көтергенін қабылдай алмайды. Тіпті ел арасында әдейілеп Ахметтің бойдағы екендігі туралы сыбыс таратады. Жақындарынан қолдау таппағандықтан қос ғашық некелерін Троицк қаласында қиюға мәжбүр болады. Сонда Александра ислам дінін қабылдап, 2 ай бойы діни дәрістер тыңдайды. Есімін мұсылманша Бадрисафа деп өзгертеді. Бадрисафа арабшадан аударғанда Бадрун, толық ай, ал Сафа кіршіксіз таза деген мағынаны білдіреді. Ахмет пен Александра перзент сүйе алмайды. Ақырында 3 бала асырап алады. Қазихан мен Алмат есімді ұлдары ертеректе көз жұмады, ал Шолпан деген қызы анасымен бірге айдауда болады.